Пентхаусқа ұқсайтын дорама. Пентхаусқа ұқсайтын қандай дорама болуы мүмкін? Әрине, оны Пентхаустың сценаристі жазған «Сбежавшая семерка» дорамасы. Бұл жерде бізде дәл Пентхаустағыдай мектеп оқушысы қайтыс болады, 7 адамның қатысы болады, оның ішінде өзінің туған анасы да болады. Сол 7 адам осыған кінәлі болады, себепкер болады. Дегенмен де олар өзінің кінәсіз екенін дәлелдеу үшін барлығына да барады. Тіпті адам өлтіруге де, түрлі құйтырқы істерді істеуге де бәрін жасайды. Бұл жерде қыздың асырап алған ата-анасы қызының қылмыскерін табу үшін барын жасағысы келеді, алайда қыздың әкесінің өзін қылмыскер етіп шығады, анасын да өлтіртіп тастайды. Сол жерде сондай бір шытырманға толы бүкіл кейіпкерлерге ашуым келіп отырады. Бұл жерде Пентхауста бізде Джу Данте бар. Бұл жерде де ол жақсы кейіпкер емес. Одан кейін Пентхауста Ха дәрігер бар. Пентхаустағы кейіпкердің атын ұмытып қалдым, дегенмен де Джейнидің анасы болған Пентхаустағы ол да осы дорамада бар. Одан кейін мені жалпы бұл дорамада өте қатты таңғалдырған ол Хван Чон Им деген актриса. Маған өте қатты ұнайтын актрисалардың бірі. Онымен бірге мен Секрет, Исцели меня деген сияқты дорамалардан көрген едім. Ол бұрын жағымсыз кейіпкерлерді ешқашан ойнап көрмеген, бірақ бұл жерде өте қатты таңғалдырды мені. Сондықтан да осындай шытырманға толы нерв қылып жіберетін дорама қызық болса, көруге кеңес беремін. Дораманың аты «Сбежавшая семерка». 2 сезоны бар. Бірінші сезоны 17 серия, ал екінші сезоны 16 серия.